Достар, сендермен бірге гейм арнасы жөнінде бүгін біздер кедей отбасы деген сериалды түсіретін боламыз. Яғни, мен бұл сериалды Меритокадан көрдім. И осылай түсіргім келді. Ұрладың деген хиттер керек емес. Мен алдым, жасырмаймын. Ендеше сериалымызға кеттік. Тапқан ақшама осыларға киім алатын болдым ғой. Енді оқуға киім жоқ бұларға. Міне, өздері қалап жүрген заттар. Екі киімге ғана ақшам жетті. Ақшаны жасырып жүргенім дұрыс болмады. Бірақ ол анау алқаш білсе бәрін құртады ғой. Тұрыңдар, сендерге сыйлығым бар. Сыйлық қайда? Қайда сыйлық? Анан қара. Әлия. Әсия, не болды, нан қараш. Күшті да. Анашым, қайдан алдыңыз бұны? Бар ақшама сендерге осындай киімдер сатып алдым. Қандай әдемі. Сендерге ұнады ма? Әрине, анашым, рахмет. Сендерге насып болды ғой. Алып қойыңдар, ертең сабаққа келсіңдер, Жақсы. Анашым, менің қарным ашты. Менің де. Онда отырыңдар. Міне тәтті. Анашым, бірінші рет тәтті жейіндеп жатыр қой. Өміріңде алғаш рет тамақ жейтіндей айтпашы. Енді бұндай тамақ күнде жемейміз ғой. Сіңілің дұрыс айтады. Бұндай тамақ көп жемейміз. Бүгін ақшам жеткесін алдым. Ал, жеңдер. Анашым, макарон сен жеңіз. Рахмет. Мен аны жейм. Мен жейм. Жоқ, мен жейм. Таласпаңдар. Екеуін сулифа жасап жеңдер. Давай, сулифа жасап. Қазір, осында мен өтіп алайын, мен жейм ғой. Сулифа. Үшке дейін. Мәрі қатар. Сулифа. Әне мен жеңдім. Сулифа. Мен жеңдім. Мен жеңдім. Үшке дейін өзің айтқан жоқсын ба? Сенде бір, ал менде екі. Сулифа. Мен жеңдім. Соңғы попытка давай. Сулифа. Мен жеңдім. Соңғы попытка давай. Сулифа. Мен жеңдім. Болмайды. Давай, тағы бір рет. Давай. Сулифа. Мен жеңдім. Болды, мен жейм. Апаңа бере салшы. Бұндай зат күнде жемейміз ғой. Ақша түссе тағы алып берем, айлық түссе. Жақсы, маған бір күш сынап бересіз, Шай қайып берем, ішіндер. Тәтті кен. Конечно, тәтті жегесін. Болыңдар, қойыңдар. Сен ғой тәттін жеген. Бәрібір дәмі ұнаған жоқ. Айттым ғой, мен дей салайын деп. Нан жегенім артық. Бол қойыңдар. Бірсе тәтті, бірсе нан демей. Қазір насуға ыдыс жусам бәрі бүлінетті. Умывальник суға жуайыншы. Таза екен. Қазір осыған
жуып алайын мен. Ой, басқа амалым жоқ қой. Барыңдар, сабақтарына дайындалыңдар. Мен отырайын кішкене теледидар қарап. Көрсетпей жатыр ғой. Әлия, ау анашым. Мына көрсетпей жатыр қазір. Ту, ва міне болды. Рахмет. Маған жарайды, мен тәтті жедім ғой. Данаги маған. Мынау маған. Күшті да? Мен бірінші дайындалайын. Жақсы. Ой. Мен жатып орындайым. Кешіріңіздер. Енді болмады. Так. Жазайық. Үй жұмысы 785-ші есептік. Бұлай. Бұлайсамыз 50. Қосу H2. Сабақ оқып болғаннан кейін. Болды ма әйтеуір. Апа көмектесші, болмай отырмын. Сен осыны не істей аласың? Мен бәрін істей аламын. Тамақ жегеннен басқа. Апа! Ертең 2 сабақ болады. Шарпай. Ал қайда? Оп-оңай есептерін өзін істей алмайсың ғой. Әкеш бер, өзім жазып берейін. Тез есептер ғана. 50 қосу 110, 110 қосу 280, так, 390. Болды ғой міне. Қандай кітаптарым бар? Қайда кеп көрейінші? Вау, күшті да. Ваушный ғой, ваушный. Мен ертең мектепке барамын да, күшті. Ал мен мына киімді кием. Күшті да. Қатынады. Бірақ анашым бар ақшасына осыны алды ғой. Анашыма рахмет. Жүр, анашымызға рахмет айтайық. Анашым, рахмет сізге. Киімдер үшін, тәтті тамақ үшін. Жандарым, оқыш жоқ. Сендер аман жүрсеңдер, маған соның өз үлкен сыйлық қой. Жүр. Қазір мамам осы алқаштың қасына ұйықтайды. Қой, айтпа өйтіп. Ұйықтайық. Айлығымды алдым. Енді ешкімге көрсетпеуім керек. Әсіресе мынаған. Тамақ дайындайын. Кеше алған продуктіге. Бүгін анашым тұрдым. Бүгін нанмен жұмыртқа емес. Тәтті ғой. Сізге неге ондай тамақсыз? Маған бола береді ғой. Әсия қайда?
Олар ұйықтап жатыр. Бар шақыр жібер. Ой, өзі тұрады ғой. Бар шақыр. Қазір деме. Әсия, Әсия. Оу. Тұр жүр, күшті тамақ жейміз. Қандай тамақ? Тамақты сөйлеп бәртісіне. Мә, күшті ғой, е. Күшті ғой. Манашым сөзсеңіз. Жеңді, ішіңдер тамақтан. Сабақтарына барыңдар. Сабақтарына дұрыстап көңіл бөліңдер. Төмендеп қалмаңдар. Кейін жуармын. Новый киімдерін киіңдер. Қалай каникулыңдар? Міне. О, болып тұр, міне қараңдар. Күшті жарасатын очкиін тақпай қой. Сабақтарына барыңдар. Маған журналистер қой есіп жоғыру. Ой, қарқылып есіп жоғыру түсінбек қойындар. Кеттік анашымыз. Я. Әлия, телевизорды қосып кетші. Болды.